Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын бауырдан жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тіске басар торт тәтті десерттердің қатарына жатпайды, бірақ сонда да өте дәмді болып шығады. Бауырды жақсы көрмейтін адамдардың өзі дәмін көріп өз бағасын беретін болады. Сол себепті сізде дайындап көріп, өз қонақтарыңызды, жақындарыңызды қуантыңыз. Құймақтарды, яғни торттың қоржындарын жасау үшін бізге қажетті заттар ол бауыр. Кез келген бауыр жарайды, бірақ менде сиырдың бауыры, жұмыртқа, ұн, сүт, сұйық май, тұз және бұрыш. Ең алдымен бауырды ұсақтап аламыз. Мен осылай блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Ал егер де сізде блендер болмаса, ет тартқыштың көмегімен, яғни мясорубканың көмегімен ұсақтасаңыз болады. Бізде ең бастысы бауырдың біркелкі болып ұсақталуы маңызды. Біркелкі болып езілген бауырға жұмыртқаны, тұзды және бұрышты қосып, блендердің көмегімен тағы да жақсылап езіп аламыз. Біздің массамыз осындай біркелкі болып шықты. Енді осы бауырға ұнымызды қосып, тағы да жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бөлме температурасындағы сүтті қосып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің құймақтарымыз табаға жабыспас үшін оған осында 2 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң біздің қамырымыз дайын. Бірінші пісіретін құймақтың асты табаға жабыспас үшін осылай сұйық май құйып, жағып шығамыз. Сонан соң қызып тұрған табада құймақтарды пісіретін боламыз. Табаға бір құйғанда бір немесе 1,5 ожау қамыр кетуі мүмкін, бірақ енді ол өзіңіздің табаңыздың диаметріне байланысты. Менің табамның диаметрі 26 см, ал егер де сізде одан кішірек болса, сізде 1 ожау қамыр кетуі мүмкін. Байқасаңыздар, бұл бауырдың құймақтары біздің күнделікті істеп жүрген құймақтарымызға ұқсамайды, сәл кішкене қалыңырақ болып шығады. Бізде осындай бірдей диаметрде 8 құймақ және де бір кішкентай құймақ шықты. Енді тортымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар майонез, сәбіз, сарымсақ және аскөк. Ең алдымен сәбіз бен сарымсақты терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Ешқандай да қуырмаймыз немесе пісірмейміз. Сол кезде біздің сәбіздің бойындағы витаминдердің бәрі жақсы сақталады. Майонезге үккіштен өткізілген сәбізді, сарымсақты және аскөкті саламыз. Барлығын бірден шанышқының көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз.
Біздің тортымызды жинастырамыз. Ол үшін осылай тарелкамызға кішкене салмамыздан жағып аламыз, біздің тортымыз жылжып кетпес үшін. Енді осылай құймағымызды салып, үстінен 1 немесе 1,5 ас қасық салмамызды саламыз, жақсылап жайып шығамыз. Сонан соң тағы құймағымызды, салмамызды салып, қайталап отырамыз. Соңғы коржымызды қойып, бетіне кремімізді жағып шығамыз, ал бетінен қалған кремімізді жан-жағына жағып, біздің тортымызды әсемдейтін боламыз. Тортты дәл өз қалпында қалдырсаңыз болады, немесе мен сияқты әсемдеп шықсаңыз болады. Мен бұл тортты қонақтардың дастарханына ұсынатын болғандықтан, осылай әсемдеп шықтым. Жұмыртқаны пісіріп, үккіштің кішкентай жағынан өткізіп, бетіне сеуіп шықтым. Және де бетіне осылай аскөкті сәндік үшін орналастырамыз. Біздің тортымыз одан да әрі аппетитный болып көрінетін болады. Дайын тортты кремі сіңу үшін 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Біздің тіске басар тортымыз жеуге әбден дайын. Қазір бәріміз бірге кесіп, дәмін көретін боламыз. Бұл торт өте ерекше дәмді болып шығады. Сол себепті сізге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер де сізге рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әйгерім.